muzon.com. Шығарма, мен соғысты жек көремін. Мен соғыс туралы үлкендерден естідім. 1941 жылы, 1941 жылдағы ұлы отан соғысы адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыс болып тарихқа енді. Биыл бұл соғыстың аяқталғанына 76 жыл болды. Дегенмен бұл соғыс ешқашан ұмытылмайды. Себебі жеңіс оңай келген жоқ. 9 мамыр жеңіс күні сан мыңдаған ұрпақ үшін ұлы мереке. Ұлы жеңіс, сүйінші халқым, сүйінші, сүйінші. Шаттан ата анамыз, шаттан ата бабамыз. Тек қайтарып фашистен соғыс бітті, жеңіс пен жеңдік жауды күресі жасалсын той мереке.